Жылы полиция департаментінің материалдық техникалық базасын нығайту үшін жергілікті бюджеттен 4,4 миллиард теңге бөлінген. Ол жұмыс келесі жылда жалғасатын болады. Оның 879 теңгесі автокөлік құралдарын сатып алуға жұмсалды. Адал еңбектеріңіз бен қызметке деген жауапкершілік қоғам қауіпсіздігін қамтамасыз етудің кепілі болуға тиіс. Сіздерге және отбасыларыңызға денсаулық, ырыс пен бақ-береке тілеймін. Патрульдік инспекторларға көлік бөлу арқылы олардың бекітілген аумақты аралап, қылмыстық ахуалды бақылауына, полицияға түскен шақыртуларға дер кезінде жетуіне, отбасылық тұрмыстық қылмыстар мен көптеген құқық бұзушылықтарды азайтуға мүмкіндік береді. Электромобильдер қауіпсіздік жағынан барлық заманауи талаптарына сай келеді. Қала ішінде полицейлер түскен шақыртуға жедел әрекет етуге және оқиға орнына тез жетуге мүмкіндік береді. Кәдімгі автокөліктерден қарағанда 2,5 есе үнемді. 850 мыңдай қаражат бөлінді, миллион. Біз өзімізде Қазақстанда шығатын автокөліктер.